Сәлем қыздар. Мен бүгін сіздерге осындай жилетке машинада қалай расчет жасаймыз. Жалпы жилет, жемпір болсын, машинада қалай расчет жасаймыз, соны өз әдісімен бөлісетін боламын. Менің есімім Рада. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ол үшін менде жіп Alize Superlana Classic. Бұл жіп бізде 100 грамда 280 метр. 75% акрил, 25% шерсть. Мен ең бірінші осылай өлшемді алып аламыз. 54 размерге. Менде обхват груди 110, обхват бедра 118. Длина изделия дегеніміз мынау. Ұзындығы 60 см. Қолтық пройма 26 см. Одан кейін машинада біз осылай образец тоқып аламыз. Мен 4 түрлі тығыздықта тоқыдым. 3, 3,5, 4, 4,5. Оларды ажыратып отыру үшін мен әр тығыздықты 10 қатардан жүрдім. Сол 10 қатардан 10 қатарға осылай жіп өткізіп шықтым, біліп отыруым үшін. Образец тоқып алғаннан кейін міндетті түрде жуып, бул өтекпен үтіктеп аламыз. Содан кейін барып есептеуге кірісеміз. Мен бұл жерде 3,5 тығыздықты таңдадым. 3 өте қатты кареткам свободно жүрмеді. 3,5 маған ұнады. 4, 4,5 уже бос. Осы 3,5-ды, осы жердегі 3,5-ды ғана осы жерден есептеп аламыз. Ал сіздерде өздеріңізге ұнаған қай тығыздық ұнайды, сол тығыздықтан өлшейсіздер. Менде 10 петляда, мына жерге жазып қоямыз, 3,5 плотность. Он петляда 5-те 3 сантиметр болды менің 10 петлям. Келесі 10 рядым 2-де 5 сантиметр болды. Енді әр қарай біз мынау 110 обхват грудиді аламыз. Оны бөлеміз 2-ге. Себебі арты алды, я? Сол үшін 2-ге бөлеміз. 55 сантиметр болады ол бізде. Оған 10 сантиметр қосамыз. Жаңағы бос тұру үшін екі жағындағы тігісіне қосамыз. Сол кезде бізде обхват груди 65 сантиметр болады. Әр қарай 118 обхват бедраны алып 2-ге бөлеміз. 59 сантиметр шығады. Оған қосамыз 3 сантиметрді. Тоже жаңа бос тұру үшін 62 сантиметр шығады бізде обхват бедра. Келесі пройма бізде 26 сантиметр. Оған 4 сантиметрді қосамыз. Тоже бос болу үшін, бос орындар болу үшін, 30 сантиметр шығады бізде. Енді бізде 1 сантиметрде неше петля екенін білу үшін 10-ды бөлеміз 5-те 3-ге. Мынау, 10 петлямыз бізде 5-те 3 сантиметр болды, соны бөлеміз. Сол кезде бізде 1-де 886 шықты. Біз бұны ешқандай округлять етпейміз, осылай есептейміз. Бұл дегеніміз бізді 1-де 886 петля деп жазамыз, 1 сантиметрді. Келесі 10-ды бөлеміз 2-де 5-ге. Бұл бізде мынау қатары, ряд. 4 ряд 1 сантиметрде. Шығарып алдық. Енді біз мынау жилетімізді астан бастаймыз ғой, резинкадан. Сол жерде қанша петлядан бастап іліп аламыз мына жаққа, инемізге, соны есептейміз. Ол үшін 118-ді көбейтеміз 1-де 886-ға. 118 бізде бедра.
1,886 1 сантиметрдағы петлямыз. Бізде шығады 222-де 5. 222-де 5. Оны 2-ге бөлеміз. Арты алды. 111 петля болады. 111 петляға 6 петля қосамыз. Жалпы бос тұру үшін, денені қысып, жабысып қалмас үшін осылай петля қосамыз. Бізде шығады 117. Яғни біз жакетімізді бастау үшін 117 петля инемізге іліп аламыз. Осы 117 петлямен басталады бізде барлығы. Ал қатарда білу үшін қатарды 60, бізде 60 длина изделияның сантиметрі. Қосамыз 4. 4 дегеніміз жаңағы 1 сантиметрде 4 қатар бізде. Сонда бізде шығады, көбейтеміз қосу. 60-ты көбейтеміз 4-ге. 240 ряд. Одан 20 рядты азайтамыз. 20 ряд бізде резинка жүріп шығамыз. 20 ряд. Сол кезде 220 ряд. 220 қатар. Резинкамен 240 қатар барлығы. Осылай өзіңізге кез келген киімді тоқып бастайтын кезде осылай расчет жасап алсаңыздар, точно өзіңіздің өлшеміңіз шығады. Сіздерге беріп жатқан ақпаратым пайдалы болса, пайдаларыңызға асып жатса, қуаныштымын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазып сұрап отырыңыздар. Мен сіздерге жауап беретін боламын міндетті түрде. Алдағы уақытта осы жилеттің тоқылу процесін салып отыратын боламын. Менің жұмыстарым сіздерді қызықтырса, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, мені қолдап отырыңыздар. Сау болыңыздар.